Түн, көшеде тіршілік әлі де басылған жоқ. Бірі үйіне бет алса, енді бірі достарымен уақыт өткізіп жүр. Бірақ түнгі уақытта көшеде жүрген жасөспірімдерше, олар қайда барады, қасында кім бар? Осы сұрақтарға жауап іздеген Меркі аудандық полиция қызметкерлері түнгі рейдке шықты. Тәртіп сақшылары жасөспірімдер жиі жиналатын орындарды аралап, түнгі уақыттағы ахуалды бақылауға алды. Күндіз бұл орындарда адамдардың қарасы қалың, ал түн түскенде мұнда жастар мен жасөспірімдер жиі жиналады. Рейд кезінде дәмханалар, ойын алаңдары және қоғамдық демалыс орындары тексеріледі. Кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта заңды өкілінсіз жүруіне жол бермеу мәселесіне ерекше назар аударылды. Тәртіп сақшылары Меркі тұрғындарына, әсіресе ата-аналарға балалардың кешкі уақыттағы жүріс-тұрысын бақылауда ұстауды ескертті. Аталған шараға Меркі аудан аумағындағы мүдделі органдар мен ойын-сауық орындарында, балалардың шоғырланатын орындарында рейдтік шаралар жүзеге асырылуда. Рейдтік шара барысында кәмелетке толмағандарға қатысты және олармен орын алатын қылмыстарға жол бермеу мақсатында ата-аналар мен тұрғындар мен ауыл тұрғындарымен түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Тексеру кезінде түнгі уақытта еңбек етіп жүрген жасөспірімдерде анықталды. Полиция олардың жеке басын анықтап, жұмыс істеу жағдайына қатысты мән-жайды зерделеді. Кәмелетке толмағандарды еңбекке тартуға байланысты заң талаптарының сақталуы да назарға алынды. Анықталған жағдайлар бойынша жауапты тұлғаларға тиісті іс-шаралар қолданылып, ата-аналарға заң талаптары түсіндірілді. Балалардың қауіпсіздігіне қатысты мұндай бақылау жұмыстары алдағы уақытта да жалғасады. Назерке Берген, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.